Сәлем қыздар, дәл осындай қаттаманы дайындау үшін кәдімгідей мантыға, етке қамыр илейміз ғой, тура солай қамыр илеп, ең қандырып, осылай 6 бөлікке бөліп аламыз. Мен кеше манты жасағам, содан осындай бір үлкен зуала қалды да, содан қаттама нан дайындай салдым. Осындай кішкене 6 бөлікке бөліп, кішкене зуала дайындап, ең қандырып қойып қоямыз. Бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Әр қарай дайын болған зуалаларымызды 6 бөлігін осылай жұқа етіп жайып алатын боламыз. Барынша жұқа етіп жайуға тырысыңыздар. Қалың жерлерін осылай қолмен созып жіберуге болады. Әр қарай сармайымызды ерітіп, қамырымыздың бетіне жақсылап жағамыз. Менің каналымда тек рецепттер ғана емес, сонымен қатар емдік рецепттер, неше түрлі лайфхактарды қарасаңыздар болады. Егер әлде каналыма жазылмасаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып алыңыз. Енді әр қарай үстіне екінші қамырымызды орналастырамыз. Жайылған қамырымызды осылай созып жібере бересіздер. Одан кейін үстіне тағы да сармайды жағып шығамыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар, қаттама нандарыңыз қабат-қабат болып, өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Беті қытырлап тұрады. Осылай екінші рет тағы да осылай толығымен жағып шығамыз. Одан кейін тура видеодағыдай осылай екі жағын тартып жібересіздер де, жұқалатып барынша. Одан кейін осылай екі жағын жинайсыздар. Үстіне тағы да сары майды жағып жібересіздер. Содан кейін рулетик қып орайтын боламыз. Барлық жайылған қамырларымызды тура осылай дайындап шығамыз. Сонда бізде 3 рулетик дайын болады осындай. Холодильникке жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып аласыздар. Сары май қатуы керек. Одан кейін жақсы жайылатын болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді екі шетін кесіп алып тастаймыз да, қақ ортасынан бөліп, осындай зуала дайындайтын боламыз. Тура видеодағыдай жасайсыздар. Одан кейін жайып аламыз. Қаттама нанымыздың қамыры бізде дайын болады. Осылай барлығын біркелкі етіп жайып алып дайындап аламыз. Ендігі кезекте сковородкамызды қыздырамыз, май ештеме құймаймыз. Осылай екі жағын кезектеп 3-4 минуттан осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Сковородканың қақпағын жауып 3 минуттан қойып алсаңыздар, осылай қып-қызыл болып, әдемі болып піседі. Осылайша қаттама нанымыз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Арасын кесіп көргенде қытырлап, жұмсақ және өте жұқа слоеный тесто болып тұрады. Өте керемет болып шығады.